Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай қозы-құйрықтан қуырдақ дайындайтын боламыз. Бүгін сіздерге осы қозы-құйрықтың қалай қуырылу керектігі жөнінде өзімнің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Алдымен қозы-құйрығымызды жақсылап 5-6 мәрте жуып алатын боламыз. Себебі қозы-құйрығымыз жерде өсетін болғандықтан арасында топырақтары болуы мүмкін. Сол үшін 5-6 мәрте қозы-құйрықтарымызды жақсылап осылай жуып алатын боламыз. Қозы-құйрықтарымызды жуып болғаннан кейін қозы-құйрықтың түбіндегісін кесіп алып тастап, осылай үлкендеу етіп барлық қозы-құйрықтарымызды турап шығатын боламыз. Турап болған қозы-құйрықтарымызды қызып тұрған қазанға салып қайнататын боламыз. Қазанымызға май, су ештеңе құймаймыз. Осылай салғаннан кейін қозы-құйрықтың бойындағы су бетіне шығып, қозы-құйрығымыз қайнайды. Осылай жай отта жарты сағат көлемінде суы тартылғанша қайнататын боламыз. Міне осылай біздің қозы-құйрықтарымыздың бойындағы суы шығып, осылай қайнайды. Әбден қайнағаннан кейін осылай суының бәрі тартылып, толық тартылып біткеннен кейін қозы-құйрықтарымызды бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Қозы-құйрығымызды бөлек ыдысқа салып алғаннан кейін енді барлығын майға қуыратын боламыз. Ол үшін бізге картошка және тауықтың еті қажет болады. Егер тауықтың еті болмаса, кез келген жылқының, сиырдың етін пайдалансаңыздар болады. Алдыменен қатты қызып тұрған майымызға бірінші қозы-құйрығымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай қатты майымыз қызып тұру керек. Араластыра отырып, қозы-құйрықтарымызды қуырып алатын боламыз. Осы кезде біздің қозы-құйрықтарымыз міне осылай сап-сары болып қуырылатын болады. Міне осылай жақсылап сарғайтып қуырып алғаннан кейін, оны қайтадан ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді осы қозы-құйрық қуырған майымызға жаңағы тауықтың етін салып, осы майға жақсылап қуырып алатын боламыз. Егер сәл қызарғанын қаласаңыздар, үстіне паприка салып жіберсеңіздер де болады. Мен енді осылай бір шай қасық паприка салдым, сәл қызарту үшін. Осылай жаңағы тауықтың етінде жақсылап қызартып, осылай қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін осылай үстіне картошкамызды салып, оны да біраз араластыра отырып, 5-10 минут көлемінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Үстіне пиязымызды да салып, тағы бір мәрте жақсылап, пиязымыз сарғайып қуырылғанша жақсылап қуыратын боламыз.
Міне біздің пиязымыз да жақсылап қуырылып болғаннан кейін оның үстіне жаңағы майға қуырып алған қозғырығымызды ең бетіне салып, жақсылап 1-2 мәрте араластыра отырып қуырып, жай отқа астын жай қойып демдеп қоятын боламыз. 5-10 минут демделгеннен кейін біздің қуырдағымыз дайын болады. Міне сонымен біздің қозғырықтан дайындалатын қуырдағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, түсі де сап-сары болып шығады. Қозғырықтарымыздың да түсі өте әдемі сап-сары болып қуырылады. Сіздер де дәл осылай мен жасаған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қазір көктем мезгілінде қозғырықтардың өсетін уақыты. Біздің отбасымыз қозғырықты жақсы көреді. Біз жылда үнемі осы көктем мезгілінде қозғырық қуыратын боламыз. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы мен жасаған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.